Мен Денеш Бейбарыс, 9 А класс оқушысы, әдебиет пәні бойынша оқуға құштар мектеп жобасы аясында өзің оқы, өзгеге ұсын айдары негізінде жазғы демалыста оқуға ұсынылған кітаптарды оқыдым. Оның ішінде Төлен Әбдік Қайырсыз жұма шығармасына бөлек тоқталғым келеді. Шығарманың тақырыбы отбасы құндылығы. Шығарманың басты кейіпкері Әбен Ілиясович, ол министр болып жұмыс жасады. Және оның әйелі мен Әбеннің бастығы хатшы. Хатшының айтуымен Әбен 1-2 күндікте жұмыстан шығатын болды. Әбен енді әрі қарай жұмыстан шыққан соң не істеймін деген сұраққа жауап таба алмады. Әбен не үшін өмір сүріп жатқанын білмей қалды. Оның қасында көмектесетін жөнді отбасы да болған жоқ. Баласы бөлек шығып кеткен, ал әйелі болса оны жақсы көрмейді. Сондықтан жұмысқа емес, отбасыға мол көңіл бөлу керек. Баланың тәрбиесі және де отбасымен уақыт өткізу деген секілді. Автор тағы да жан-жағындағы адамдарға қарап қою туралы айтты. Өйткені Әбеннің достары ауыстырылып киінетін киім секілді. Олар Әбеннің үлкен лауазымы үшін ғана дос деп санаған екен. Осыдан мен бала кезден келе жатқан жан достарынан айырмау керектігін түсіндім. Әбен түнде жұмыстан шығатынын ойлап, инфаркттан қайтыс болады. Әйелі Әбеннің министрлік лауазымында қайтыс болған үшін қуанды. Әйелінің көзі сәл жасаурағаны болмаса, ол ешқандай өкіріп жылаған да жоқ. Шын ниетімен қайғырған жоқ. Бәрі өтірік болды. Мен осы кітапты оқып болған соң, мына отбасы құндылығын шын түсіндім. Және де жан-жағындағы адамдардың қандай болу керектігін түсіндім. Мен оқырмандарыма, қатарластарыма шын жүрекпен осы кітапты оқуға ұсынамын. Отан қуат, отбасы шуақ демекші, өз шуағыңызды өзіңіз өшіріп алмаңыз.